Құрметті оқырмандар, сіздердің назарларыңызға Қазақ КСР ғылым академиясын құрушы, тұңғыш геолог, ғұлама ғалым Қаныш Сәтбаевтың туғанына 125 жыл толуына орай дыбыстандырылған өмір дерек естеліктерін ұсынамыз. Академик Сәтбаев энциклопедиялық білімі бар 20 ғасырдың ғұламасы. Ол өз заманның сан алуан салалар мен тарауларға бөлініп, жоғары дамыған ғылымының бәрінен хабардар болды. Әр ғылым саласының заңдары мен байлығын ашып, халық игілігіне пайдалануға қалтқысыз еңбек етті. Сәтбаев өзінің мамандығымен бірге әдебиет пен өнерді, тарихты меңгерген. Бұл ғылымдарды рухани жан дүниесін байытумен бірге кен зерттеу ісіне де пайдаланған. Қаныш Сәтбаевтың осындай жан-жақтылығын Мұхтар Әуезов қазақ халқының зор ғалымы атты мақаласында жазды. Қаныштың үлкен бір ерекшелігі ол химикпен де, биологпен де, физикпен де, медикпен де және тарихшымен де, филологпен өздерінің ғылыми тілінде сөйлесе біледі. Мамандық тілдерімен үндесіп, ұғыса біледі, дейді Мұхтар Әуезов. Қаныш Сәтбаев туралы естеліктердің толық нұсқасын аудиокітаптан тыңдауға шақырамыз. Назарларыңызға рахмет.